Ең бақытты мемлекет жайлы не білесіз? Қайырлы күн баршаңызға. Қазір Хиуа кітабына обзор жасаймыз. Әзірге каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл кітап негізі өте қызық, оңай орысша тілмен жазылған. Ішінде Дания мемлекетінің жүйесі жайында баяндалады. Әрине біз білмеген ақпараттар өте көп, сол үшін оқуға кеңес береміз. Онда Дания азаматына тұрмысқа шыққан әйелдің әңгімесі елді таң қалдырады. Оның ішінде ақпараттармен бөлісетін болсақ, ең бірінші кітаптың аты, яғни Хьюга деп аталады. Оның аудармасы уют деген мағынаны білдіреді, яғни ыңғайлы деген сөз. Яғни атына сай Дания мемлекетінде әр үйде жастық пен жамылғыш одеялдар болады екен. Екінші, кез келген адам жұмыссыз қалатын болса, оны 2 жыл бойы мемлекет өз қамқорлығына алып, яғни обеспечивать етеді екен. Әр мектеп бітіруші өзінің қалаған мамандығына түсе алады екен. Яғни кез келген мамандықты олар тегін оқиды. Сонымен қатар олар байлыққа мүлде қызықпайды. Мысалы, үлкен үй көретін болса, ол үйді жинау қиын шығар деп ойлайды екен. Ал машина алған болса, оның налогы қымбат шығар деп байлыққа мүлде қызықпайды екен. Тіпті дүкеннің алдында аналарда баласын, мысалы, колясканы тастап кете беретін болған. Яғни ол жақта ұрлық мүлде жоқ, қылмыс та жоқ. Сонымен қатар көлік нөмірі барлығында бірдей, ешкім көлік нөмірін таңдамайды, яғни. Содан кейін барлық жұмысшыларда 5 сағаттық жұмыс, ал қалған уақытта олар теңіз жағасына барып спортпен айналысады, өздерінің қалаған хоббиларын жетілдіріп жүреді. Сол әйел қоқыстастырудан сіз өзіңіздің бақытыңызды 10-нан қаншаға бағалайсыз деп сұраған кезде, қоқыстасушы 9 деп жауап береді. Және шай ішуге шақырған кезде қоқыстасушы менің жұмысым өте көп деп қуанып кетеді екен. Айта кететін жағдай, Дания мемлекеті негізі бақытты мемлекеттердің қатарындағы 2-ші орында тұр қазіргі таңда.